Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Сіздердің назарларыңызға қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша дәрістер кешенін ұсынамын. Дәріскер филология ғылымдарының кандидаты, профессор міндетін атқарушы Отарбекова Жәмила Керімбайқызы, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Алғашқы дәрісіміздің тақырыбы грамматика және оның салалары, негізгі грамматикалық ұғымдар деп аталады. Қарастырылатын мәселелер: грамматиканың зерттеу нысаны, сөздің дыбыстық жағы мен мағынасы арасындағы байланыс, сөздің лексикалық және грамматикалық мағынасының арақатынасы, тілдің грамматикалық құрылысы, грамматиканың салалары, оның ішінде морфология мен синтаксис мәселелері қарастырады. Өзімізге белгілі тіл білімінің бірнеше саласы бар: фонетика, лексика, сөзжасам және грамматика салалары. Бұл салалардың барлығының да зерттеу нысаны сөз. Әдетте фонетика нені зерттейді дегенде дыбыстарды зерттейді деп айтамыз. Бірақ оның ар жағында тұрған сөз екені түсінікті. Себебі сөз болмаса, ол жекелеген дыбыстардың ешқандай да мағынасы болмайды. Сол сияқты лексикологияның да зерттеу нысаны сөз. Ол сөзді мағынасы, шығу тегі, қолдану өрісі тұрғысынан қарастырады. Ал сөзжасам тіліміздегі туынды сөздердің жасалу заңдылықтарын қарастырса, морфология саласы сөздің тұлғасы, оның әр тұлғасының беретін грамматикалық мағыналары, олардың басқа сөздермен байланысқа түскендегі грамматикалық сипатын қарастырса, синтаксис саласы сөздердің бір-бірімен тіркесуі, сөйлем құрауы, олардың арасындағы қатынастарды қарастырады. Дегенмен барлық саланың да зерттеу нысаны сөз. Демек, грамматиканың да, оның ішінде морфологияның да зерттеу нысаны сөз болып табылады. Сонда сөз деген не деген кезде сөзге қандай анықтама беруге болады? Сөз деп белгілі бір дыбыстардың жиынтығынан құралып, мағына беретін тілдің ең кіші мағыналы бөлшегін айтамыз. Сөз демек дыбыстар мен мағынаның жиынтығынан құралады. Бұлардың арасындағы байланыс қандай? Мысалға, нан деген сөз неге осы үш дыбыстан тұрады, неге басқа дыбыстан құралмайды? Тау десек, неге Т-А-У деген үш дыбыстан тұр, неге басқа дыбыстан құралмайды? Неге басқаша жасалмаған, басқаша аталмаған дегенді түсіндіру өте қиын. Мұндай түсініктемеге бару үшін біз сөздердің шығуының түрлі этимологиясын қарастырамыз. Дегенмен ол да оған толық сөз қалай пайда болды дегенге дәлел бере алмайды. Демек, сөздің дыбыстық жағы мен мағынасы арасында қатып қалған табиғи байланыс жоқ деген сөз. Егер де табиғи байланыс болатын болса, дүние жүзінде бір ғана тіл болған болар еді, немесе әр адам өз атымен дүниеге келген болар еді, әр зат өз атауымен дүниеге келген болар еді. Олардың арасында табиғи байланыс жоқ. Ондай байланысты, яғни сөздің дыбыстық жағы мен мағынасы арасындағы байланысты табиғи емес, тарихи қалыптасқан дәстүрлі байланыс деп атаймыз. Яғни ол сөз ғасырлар бойы қалыптасып, оның дыбыстық құрамы менен мағынасы арасында қандай да бір бірлік пайда болып, оның дыбыстық жағы сол мағынаны беретін шартты таңбаға айналған деген сөз. Яғни олардың арасындағы байланыс табиғи емес, тарихи қалыптасқан шартты байланыс деп түсіндіреміз. Грамматика деген сөз жалпы алғанда ол тіл білімінің бір саласы ретінде қалыптасқан атау болғанымен, бастапқы мағынасы оқи алу, әріпті жаза білу деген ұғымнан барып қалыптасқан. Грамматика саласы сөздердің түрлену жүйесі, олардың грамматикалық мағынасы, сөз бен сөздің арасындағы мағыналық грамматикалық байланыстар мен қатынастарды зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Ал морфология деген сөз морф тұлға, форма және логос ілім деген сөзден шыққан. Морфема ретіндегі сөз және оның формалары, сөз тұлғалары білдіретін грамматикалық мағыналар туралы ілім дегенді білдіреді. Ал синтаксис құрылыс, тізбек, тәртіп, тіркес деген мағынаны беретін сөз.
бұл сөздердің сөйлемде атқаратын қызметтерін, сөйлем құрал заңдылықтарын қарастыратын грамматиканың бір саласы. Морфология мен синтаксистің тілдің бір саласының грамматиканың ішінде қарастырылуының өзіндік себебі бар. Себебі бұл екі сала бір-бірімен байланысты, өте тығыз байланысты. Мысалға, сөйлемді жасау үшін оның ішіндегі сөздер қандай да бір байланысқа, тіркеске түсу керек. Ал тіркес құрайтын, оларды бір-бірімен байланыстыратын әрине морфологиялық тілдік бірліктер, морфологиялық тұлғалар. Демек, бұл екі сала бір-бірімен өте тығыз байланысты. Енді тілдердің, мысалға, типологиялық тұрғыдан алғанда тілдерді бірнеше топқа бөлуге болады. Мысалға, қазақ тілі аглютинативті немесе жалғамалы тіл деп аталады. Орыс тілі флективті, қопармалы тіл. Ал енді кейбір тілдеріміз түбір тілдер, мысалға жапон тілі, корей тілі деген сияқты түбір тілдер деп аталады. Полисинтетикалық тілдер деген бар, яғни бір сөзіміз бір сөйлемнің қызметін атқаратын тілдер деген сияқты. Яғни бұның барлық сол тілдердің грамматикалық құрылысының ерекшелігіне байланысты, типологиялық шектеуге байланысты топтастырылады. Соған қарамастан барлық тілдердің құрылысында, грамматикалық құрылысында грамматикалық мағына, грамматикалық форма деген ұғымдар бар. Жалпы алғанда негізгі, бүкіл тілдерге тән негізгі грамматикалық ұғымдар ретінде грамматикалық мағына, грамматикалық форма және грамматикалық категория деген осы үш ұғымды айтамыз. Енді грамматикалық мағына деген не? Грамматикалық мағына. Жалпы алғанда сөз болып танылу үшін оның ең алдымен лексикалық мағынасы болуы керек. Лексикалық мағынасы. Сол лексикалық мағынаның негізінде біз сөздерді қандай да бір сөздіктерге енгіземіз да мағынасын түсіндіреміз. Ал енді сонымен қатар әрбір сөзде грамматикалық мағына болады. Мысалға, дала деген сөзді алсақ, оның лексикалық мағынасы жазық, жер, жазықтық деген мағына. Ал енді осының грамматикалық мағынасы оның заттық мән беруі, деректі затты ұғымды беруі, жалпылама зат атауын білдіруі және жансыз зат атауын білдіруі. Осы мағыналары оның грамматикалық мағынасы деп аталады. Себебі бұл мағыналар тек қана дала сөзіне емес, бүкіл зат есімге тән мағыналар. Демек, грамматикалық мағына дегеніміз белгілі бір топтағы сөздерге тән жалпылама мағына деген сөз. Ол мағына қайдан пайда болады дегенде, ол мағына лексикалық мағынаның негізінде содан кейін пайда болады дейміз. Лексикалық мағына. Себебі біз алдымен сөздің зат екенін немесе қимылды білдіріп тұрғанын сол лексикалық мағынасының негізінде анықтаймыз. Ал лексикалық мағына қайдан шығады? Лексикалық мағына ол ұғымнан шығады, ұғымдық мағына, логикаға тән мағына. Біз оның таудың сондай жазықтық екенін, тас десек, оның қатты зат екенін ұғымдық түсінік болғандықтан ғана ажырата аламыз да, сонан кейін барып біз оның зат екенін немесе сын екенін, немесе басқа да сөз табына тән ұғымды білдіріп тұрғанын ажырата аламыз. Демек, грамматикалық мағына белгілі бір топтағы сөздерге тән жалпылама, ортақ мағына. Мысалға, зат есімге тән жалпылама мағына, заттың дерексіздігі, жалпы жалқылығы, жанды жансыздығы болатын болса, қимылды білдіретін сөздерге тән ортақ мағына, олардың қимылды білдіруі, болымды не болымсыз қимылды білдіруі және салт сабақтылық мағына білдіруі. Әрбір сөз табына тән осындай мағыналарды оның жалпы грамматикалық мағынасы дейміз. Демек, ол лексикалық мағынаның негізінде пайда болатын белгілі топтағы сөздерге тән жалпылама мағына деген сөз. Сонымен қатар грамматикалық мағынаны сөйлеу процесінде пайда болады дейміз. Мысалға, сөздің лексикалық мағынасын жеке дара тұрған кезде ажырата білеміз. Оны қандай мағына беріп тұрғанын көрсете аламыз. Ал енді грамматикалық мағына әрдайым контекстте, сөйлемнің ішінде анықталады. Мысалға,
әнші десек, оны біз зат есім дейміз. Ал енді әнші қыз десек, әнші қыз. Бұл жерде заттық мағынамен қатар қандай деген сұраққа жауап беріп, сандық мағынада үстеліп тұр. Демек, тіркеске байланысты оның грамматикалық мағынасында өзгеріс болды. Мінекей, осыған байланысты сөздің грамматикалық мағынасын тек қана сөйлемнің ішінде, контекстте ажыратуымыз керек. Сонымен қатар, бұның сөйлеу процесінде пайда болады деуіміздің себебі грамматикалық мағынаны қосымшалар тек қана сөйлемнің ішінде ғана қандай да бір мәнге ие болып, қосымша грамматикалық мағына береді. Демек, грамматикалық мағына сөйлеу процесінде пайда болатын мағына дейтініміз сондықтан. Сөздің лексикалық мағынасы мен грамматикалық мағынасын қалай ажыратуға болады? Лексикалық мағына сөздің жалпы ұғымдық мағынасы. Ұғымдық мағынасы логикадан, ойлаудан туатын мағына болатын болса, грамматикалық мағына сол лексикалық мағынаның негізінде пайда болатын белгілі топтағы сөздерге тән жалпылама мағына деген сөз. Лексикалық мағына сөзде бірінші пайда болса, грамматикалық мағына одан кейін пайда болады. Бір сөзде лексикалық мағына біреу ғана болады. Ал грамматикалық мағына, мысалдардан көргеніміздей, бірнешеу болады. Мысалға, тілде көп мағыналы сөздер бар, амоним сөздер бар. Соған қарамастан лексикалық мағына бір сөзде біреу болады дейміз. Оның себебі бір қолданыста сөз бір ғана мәнінде қолданады. Қанша көп мағыналы сөз болса да, ол бір ғана мәнді білдіреді. Сондықтан лексикалық мағына біреу болады, ал грамматикалық мағына бірнешеу болады дейміз. Мысалға, оқушы келді десек, лексикалық мағынасы мектеп жасындағы бала мәнін білдірсе, грамматикалық мағынасы заттық мән, деректі зат атауы, жанды зат атауын білдіруі болып табылады. Лексикалық және грамматикалық мағынаның осындай айырмашылықтары бар. Енді грамматикалық форма дегеніміз не? Грамматикалық форма сол грамматикалық мағынаны білдірудің амал тәсілі, көрсеткіші, түрлену жүйесінің нәтижесіндегі көрінетін тұлғасы деген сөз. Ол тұлға деген қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілі үшін негізгі тұлға ол қосымшалар. Бірақ бұл жерде айтатын бір нәрсе бар. Тіліміздегі барлық қосымша бірдей грамматикалық мағына бермейді. Мәселен, сөз тудыратын жинақтар грамматикалық мағына бермейді, ол сөз жасамдық, одан бар лексикалық мағыналы тұлға жасайды. Сондықтан ол грамматикалық тұлғаға кірмейді. Жалпы алғанда сөз тудыратын жинақты біз морфологияның ішінде емес, сөз жасамның ішінде қарастырамыз. Демек, грамматикалық тұлғаға сөз түрлендіретін жұрнақтар мен жалғаулар кіреді деген сөз. Қазақ тілі үшін негізгі формаларымыз, негізгі тұлғаларымыз осылар. Келесі, грамматикалық категория деген негізгі ұғымдардың біреуі. Грамматикалық категория мағына мен форманың бірлігі жиынтығының негізінде қалыптасатын ұғым. Мысалға, біз мектепте септік жалғау дейміз, көптік жалғау дейміз, тәуелдік жалғау дейміз. Ал ғылыми грамматикада осылардың әрқайсынан грамматикалық категориялар жасалады. Септік категориясы, көптік категориясы, тәуелдік категориясы деген сияқты айтамыз. Сонда не айырмашылығы бар? Септік жалғау дегенсек, олардың әрқайсысы жеке-жеке жалғау болады. Мысалы, атау септік жалғау, ілік септік жалғау, тап септік жалғау деген секілді. Ал енді категория солардың барлығының жиынтығы бірлігі деген сөз. Яғни 7 септік бірігіп келіп, септік категориясын құрайды. Оны категория деп атауымыздың себебі, олар зат есімнің парадигмалық түрлену жүйесінің көрсеткіші болады деген сөз. Парадигмалық деген сөз белгілі ретпен, тәртіппен түрленуге негіз болатын тұлға болғандықтан, оны сол сөз тағының, яғни зат есімнің грамматикалық категориясы деп айтамыз. Яғни сөз тақтары қалай түрленсе, оның сондай категориясы болады. Мысалға, зат есім көптеледі, септеледі, тәуелденеді, демек осындай көптік, септік, тәуелдік деген 3 категориясы бар. Сын есім шырай арқылы түрленеді, сондықтан оның шырай деген категориясы бар. Сан есім есімдіктер түрленбейтіндіктен, ода категория жоқ.
ал етістікте 6 бірдей категориясы бар. Етіс, салт сабақтылық, болымды болымсыздық, рай, шақ, жақ деген 6 категориясы бар. Себебі бұлар жаппай түрлендіруге негіз болатын тұлғалардан тұрады. Бұл тұлғалардың әрқайсысы қандай да бір грамматикалық мағына береді. Сонымен негізгі грамматикалық ұғымдар грамматикалық мағына, грамматикалық форма және грамматикалық категория деген ұғымдар. Тақырыпты түсінген болсаңыздар, мына сұрақтарға жауап беріп көрсеңіздер болады. Басты грамматика ұғымдарға нелер жатады? Грамматикалық мағына деген не? Оның лексикалық мағынаның айырмашылығы неде? Грамматикалық форма деген не? Оның қандай түрлері бар? Грамматикалық категория деген не? Грамматикалық категория сөз таптарымен байланысты ма, жоқ па? Сөз формаларының қандай түрлері бар? Бұл жерде айта кететін нәрселер грамматикалық форма мағынаны берудің амал-тәсіл көрсеткіші ретінде оның бірнеше түрі бар. Оны келесі сабақта тоқталатын боламыз. Әдебиеттер. Негізгі әдебиеттеріміз. Морфология саласы бойынша пайдаланатын әдебиеттер. Ысқақовтың қазіргі қазақ тілі морфологиясы, Исаевтың қазіргі қазақ тілі морфологиясы деген кітабы, қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты деген еңбегі, Ахановтың грамматика теориясының негіздері, сонымен қатар көпшілікке таныс тіл білімінің негіздері деген еңбектерден қарап білуге болады. Назарларыңызға рахмет.